Қайырлы күн қымбатты телекөрермендер, эфирде ізгілік мекені хабары. Хабардың жүргізушісі мен Ербек Бакиев. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері, ұлағатты ұстаз Мамбеталиева Рахима Досалықызы. Рахима апай, қош келдіңіз. Рахмет. Нағыз ұстаз, білікті маман, белгілі мұғалім, шәкірт тәрбиелеуде адамда қандай қасиет болу керек деп ойлайсыз? Нағыз ұстаз болу үшін ең бірінші адамның бойында балаға деген махаббат болу керек. Баланы жақсы көру керек. Енді ұлағатты ұстаздардың айналасынан шәкірт үзілмейді. Кейде мектептерге барғанда көреміз шәкірттерін іздеп жүрген ұстаздарды. Ал ұлағатты ұстаз болса, ол шын мәнінде балаға біліммен қоса мейірімін бере білген болса, оның қасынан шәкірт үзілмейді. Ұлағатты ұстаздар көп. Мысалы, біздің енді ұлы атамыз Ыбырай Алтынсариннен бастап, осы Рапиха Нұртазина деген керемет ұстаз өтті өмірден. Сол сияқты ұстаздар бар. Біздің қаламызда да бұл ұстаздан кенде емес. Бірақ қазіргі кезде сол ұстаздықтың өзінің беделі кішкене төмендеп кеткен сияқты көрінеді маған. Сол жағына көбірек назар аудару керек қой деп ойлаймын. Ұстаздыққа қабылдаған кездің өзінде де мынау әншілікке, композиторлыққа немесе әртістікке қабылдағандағыдай ол ұстаз болуға мүмкіндігі бар ма деген ерекше емтихан, ерекше бір әңгіме сондай өткізу керек деп ойлаймын емтиханның алдында. Содан білікті ұстаз шығады ғой деймін. Иә, жақсы маман шығады деп ойлаймын. Өйткені тек қана пәнін ғана біліп қою ұстаз болуға жеткіліксіз. Дұрыс айтасыз. Нағыз ұлағатты ұстаз ұрпақ тәрбиелейді, ұрпақ ұлтқа қалыптасады дейміз, қызмет етеді дейміз ғой. Енді мінекей әңгімемізді одан әрі сабақтасақ, біз бала күнімізде ұстаздар ұрысса тәрбиелік бағытта деп қабылдайтынбыз. Ал кейде естіп жатамыз, бүгінгі қоғамда ұстаздар бала тәрбиелеу бағытында ұрысып, солай жасап жатса, тіпті ата-аналардың өзі қарсы келіп, ашуланып, арызданып жататын жағдайларға да тап болып жатамыз. Неге бұлай болып кетті деп ойлайсыз? Ол енді кей жағдайда ұстаздың да олқылық тұстарынан деп мен ойлаймын. Өйткені баламенен тіл табыса алмаған жағдайда баламен ренжісе, бала ата-анасын айтады, ата-анасы жаңағы баланың сөзін тыңдап ұстазға келеді. А бала тәрбиесінде ұстаз бен ата-ана бір тұтас болмаса, бала тәрбиесі өз дәрежесінде болады деп ойламаймын мен. Сондықтан бұл жерде екеуі бір тұтас болып, бала тәрбиесіне бірге үлес қосу керек. Ең алдымен ол келіп айқайламастан бұрын жаңағы ұстазбен сөйлесу керек. Ол неліктен жаңағы арасында түсінбестік болды деген мәселені. Содан кейін анық қанығын білу керек. Екіншіден, ұстаз да баламен ұрысқаннан гөрі түсінісіп, әңгімелесіп, тіл табысқаны дұрыс деп ойлаймын. Ал ол ұрысу деген ең соңғы мәселе болу керек негізінде. Бағынбаған жағдайда онда да ата-анасын шақыра отырып, үшеуара әңгімелесіп, бір келісімге келу керек. Баланы да тұлға деп қарау керек, ол кішкентай үлкен емес. Оның да пікіріне құлақ асу керек. Өйткені біз сол арқылы тұлғаны қалыптастырамыз. Келешек елдің ертеңі сол балалар басталады. Сондықтан да ол баланың кішкентай үлкеніне қарамай, оны да тұлға ретінде қарап, оның пікірімен де келісетін тұстар болса, менікі ғана дұрыс деген сөзді қалып болып қоймай, оны да тыңдау керек. Дұрыс айтасыз. Енді осы ұрпақ тәрбиелеу мәселесінде ұстаздық етіп, қаншама жылдар бойы білім саласына көп көңіл бөліп, қаншама қызметтер атқардыңыз, оның ішінде жоғары жетістіктерге де жеттіңіз. Атап айтсақ, жаңағы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы медалінің иегері. Бұл да бір төккен тердің, еткен еңбектің жемісі ғой деп ойлаймын. Жалпы осы жайында айтып өтіңізші, бүгінгі деңгейі мен сол кездегі деңгейдің айырмашылығы бар ма? Сіз осыдан 30 жыл бұрын алған екенсіз жаңағы
жетістіктері? Енді ол кездерде, мысалы мен еңбек жолымды Сыпатай мектебінен бастадым. Сонда 100-ден арсам мұғалімнің ішінде бір 10-15-інде ғана жаңағы үздік мұғалім деген Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі деген белгі болатын. Көпшілігінде ол неге еңбек зейнетіне кеткеннің өзінде ондай белгі алмай кеткендер бар. Соған қарамай олар ата-ана алдында, шәкірт алдында аса құрметті болып, абыройлы еңбек етті. Сол еңбектің нәтижесінде енді алынған марапаттар менде де, ол енді еңбегіміз қаншалықты сіңді, ол ұстаз басқа шәкірттердің немесе ата-аналардың пікірі деп айтам, ол енді солар айту керек, ол еңбек сіңген сіңбеген туралы. Ал енді ұстаз ол награда үшін еңбек етпеу керек. Ол сол баланың жетістікке жеткені ұстаз үшін ең үлкен награда. Оқушысы биіктен көрініп жатса, оқушысы жемісін беріп жатса, сонда ол еңбегінің нәтижесі болды деп ойлаймын. Ал енді бізде де ол 92 жылға дейінгі мектеп республикада мектеп модельдерін байқауында бірінші орын алдық. Сол жаңағы мен еңбек етіп жүрген Рысқұлов атындағы мектепте. Шәкірттеріміз республикалық олимпиадалардан жеңімпаз атанып жатты. Көркемөнерпаздар байқауларынан облыста, республикада жүлделі орындарға келіп жаттық. Жалпы мектептің өзі бар көрсеткішінен республикада белгілі орында болды. Сондықтан да енді сондай наградалар берілді деп ойлаймын ол кезде. Жаңағы айтып жатқан Рысқұлов мектебінің Рысқұлов аталуына да өзіңіздің үлесіңіздің барын білеміз. Ол енді Рысқұлов мектебі кезінде осы Атпал азамат Апатан, Қахар Апатанұлы деген азамат бірінші директор болып ашқан ол мектепті. Онда орыс қазақ мектебі болып ашылған 85 жылы. Содан кейін ол мектепке мен бардым жаңағы оқу ісінің меңгерушісі болып. Содан ол кісі басқа қызметке ауысқан кезде мені сол кезде бізде 90-шы жылдардың басында сайлау деген болды. Мектеп басшысын сайлау деген. Сол демократиялық жолға түсіп сайлаймыз деп, сол сайлауменен мен басшы сайлады. Содан кейінгі жаңағы еңбектің жемісі деп ойлаймын. Оған дейін оқу ісінің меңгерушісі болып жұмыс істедім сол кісімен қатар. Сонда енді біз Гайдар мектебі деп аталған, кейін біз қазақ мектебін айналдық. Қасымызда орыс мектебі салынды да. Сонда біз ұлттық тәрбиеге жете мән бердік. Қазақи тәрбиеге, ұлттық тәрбиеге жете мән бердік та. Соныменен қыздар клубын аштық, қыз жібек деген. Домалаған аналар клубын аштық, әкелер мектебі жұмыс істеді. Содан кейін жаңағы қазақ азаматының есімін беру туралы әңгіме көтерілді. Сөйтіп сонда біздің таңдағанымыз қазақтың ұлы тұлғасы Тұрар Рысқұлов болды. Сол есімді еншіледік дейсіз ғой. Өзіңіз енді мектепте басшылық қызметпен қатар қаншама еңбек еттіңіз деп жатырмыз. Соның ішінде көз нашар көретін балаларға арналған Үміт мектеп-интернатына да келіп қызметке орналастыңыз. Осы мектеп жайында айтып өтіңізші, несімен ерекше болды? Енді Үміт мектеп-интернаты менің өмірімде шынында да ерекше орын алады. Өйткені мен арнайы мектеп-интернаттарда болып та көрмеген екем сол кезге дейін. Сол өтінішпенен мектеп-интернаттың директоры Еғайша Тәутеқызы Нұрғазинова деген кісі, мен ол кезде қалалық білім басқармасында жұмыс істейтінмін. Сол өтінішпен шықты, осындай маған қызметке келіңіз деген. Сосын мен келістім, өйткені жалпы өмірде маған мектеп, балалар ыстық екен. Кеңседе жұмыс істеу маған қол келмейді екен. Соны өзім аңғарып, сол интернатқа келдім. Келгендегі ең алғаш маған өте қатты әсер еткені балалардың көздерін операция жасап келгеннен кейінгі қып-қызыл көздеріменен жаңағы жағдайларына қарап, өзім қатты көзім ауырды. Бір айдай өте қиналдым. Бекер келдім ба деген ойларда болды. Ал кейін үйренісе келе, балалар манан түсінісе келе, мен өзім орнын тапқаныма қуандым, шынын айтқанда.
мен аса қуанышты, аса бар ыждахаттылықпен, бар мүмкіндігімді сала сол интернатта жұмыс жасадым. Ол жердегі балалардың ерекше мүмкіндігі шектеулі деп айтуға болмайды, мүмкіндігі шектеусіз деп айтуға болатын балалар болды. Олардың әрқайсысы, себебі ол жерде 200-ге ғана тарта балалар, үлкен мектептерде 2000 балалармен жұмыс істеп үйренгенбіз ғой. Олардың бәрінің түсін танығанмен атын біліп үлгермейсің. Ал мына жерде 200 бала бір үйдің баласындай. Бәрінің атымен, жөнімен, оның проблемасымен, оның жетістігімен таныс болдық. Бір шаңырақтың астында бір жерден ас ішіп, сол жерде қонады ол балалар. Олардың жаңағы неге құштар екенін, нені жақсы көретінін, не нәрсені ұнатпайтынын, ішкі сырларымен бөлісетін. Сондықтан ол мектеп интернатта жұмыс істеу өте қызықты болды. Сосын нәтижесі де болды деп айту, мақтанып айтуыма болады. Мысалы, сәт дүриесі шықты, өзің білетін, бүкіл ел біледі, елдің мақтанышына айналды. Домбырашылар ансамбльдері шықты, Айнұр сияқты қызымыз шықты. Өзің де сол мектепте білім алдың, айналайын. Сіздердің тәрбиелеріңізбен, төккен білімдеріңізбен. Сондықтан, сонымен 2005 жылы сол мектеп интернатқа үміт деген атауды сұрадық. Өйткені үміт деген Балғожа бидің Абырай оқып жүрген кезде жазған хатында үміт еткен көзімнің нұры балам деп жазған еді хатына. Сондықтан біздің де үміт еткен көзімнің нұры балаларымыз деп, үміт еткен көзімнің нұры балам деп жазып қойдық маңдайшаға, оны өзің көрдің. Сондай жұмыстар атқарылды. Зиялы қауым өкілі ретінде, ұлт жанашыры ретінде өзіңізді толғандыратын бір мәселені және өзіңізді қуантатын бір мәселе. Осы екі мәселеге тоқталып айтып өтсеңіз, сіздің көзқарасыңыз бүгінгі таңдағы. Енді аса үлкен қуаныш деп айтуға болады, ол егемендігіміз. Өзіміз тәуелсіз ел болдық. Тіліміз, дініміз өзінің биігіне көтерілді қазіргі жағдайда. Кезінде алғаш қалаға келген кездерімізде сол орысша білмесек жанымыз қиналатын. Сол үшін де тұрысып орысшаны да меңгердік. Қазіргі кезде ол жағынан келгенде ауыз толтырып айтатындай қуануға болады деп айтуға болады. Ал ренжітетін мәселе де бар қоғам болғаннан кейін. Ол материалдық құндылықтың рухани құндылыққа қарағанда қадірлілеу болып бара жатқандығы. Оқу бітіріп келіп жатқан мұғалімдер, мен енді сол салада жұмыс істегеннен кейін білем, мұғалімдердің кей тұста білімінің, сауатының төмендігі. Олар қалай білім береді деген іштей қорқыныш, үрей пайда болады. Сөз бен істің бірлігі кейде азайып кетті деп ойлаймын. Сол тұстары, мысалы, маған өте жанымды жейді. Енді жақсылықтың әрдайым оты шамы жана берсін. Мына соңғы сұрақпен бағдарламамыз түйіндесек, үміт, жалпы үміт мектебінде жұмыс істедіңіз, қанша шәкірттен үміт күттіңіз? Үміт сөзі сіз үшін қаншалықты қадірлі және қаншалықты ыстық? Адам үмітсіз өмір сүремейді ғой. Сол үмітпен өмір сүреді. Бізде болашаққа сенеміз, жастарға сенеміз. Үміт сөзі мен үшін аса қадірлі. Өйткені ұшырып отырған шәкірттерімізден де үміттенеміз. Үйде тәрбиелеп отырған балаларымыздан да үміттенеміз. Отанымыздың ертеңгі өмірінің жарқын болатынынан да үміттенеміз, сенеміз соған. Сондықтан да ол сөзі аса қадірлі. Ал енді шәкірттерге біздің сол білім беріп, тәрбиелеп өсірген 500 шәкірт болса, соның ішінен бір 10 шақтысы бір елдің иық сүйенетіндей, елге жаңағы қорған болатындай, елдің сөзін сөйлейтіндей бір ірі тұлғалар болып шығатын болса, ұстаздың арманын орындалған деп ойлаймын. Қалған 400-ін
өздері жетектеп алып шығатын шығар. Дұрыс айтасыз. Бәрі-бірдей дүрілдеп кету қиындау нәрсе деп есептеймін енді. Дұрыс айтасыз, Рахим апай. Мінекей, бүгін әдемі әңгіме жасағаныңыз үшін сізге де үлкен алғысымызды айтамыз. Қадірлі ыстық үміт сөзі көкейден жалындай берсін, үмітіңіз үзілмесін, күткен үміттер ақтала берсін. Бағдарлама соңында мынау біздің қаладағы Ақылдым журналы, бұның ішінде балаларға арналған түрлі Ақылдым журналының түрлі сандары, үйдегі немереңізге апарып табыстасаңыз болады. Даналық сөздермен ақылды ойларды қамтыған журналды бізге тарту еткен Нарымбетова Бейсенкүл апайымызға алғыс айта отырып, осы сыйды сізге табыстаймыз. Немерелеріңіз қуантыңыз. Қадірлі көрермен, эфирде ізгілік мекені хабары болатын. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері, ұлағатты ұстаз Мамбеталиева Рахима Досалықызы болды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі хабарларда амандықта, саулықта жүздескенше сау сәлематта болыңыздар.